Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет корейский салат дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Алдымен бізге керек заттар: қиярымызды дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның кесесін басып кетіңіз. Менімен бірге болыңыздар. Міне достар, қиярымызды турап алдық. Болгарский перец қажет болады. Оны да дәл осылай видеодағыдай етіп турап аламыз. Достар, дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Помидорымыздың ішіндегі жұмсақ жерін алып қоямыз, қатты жерін тураймыз. Сәбізімізді қырғыштың көмегімен шығарып аламыз. Турап алған барлық затымызды үлкен ыдысқа салып, керекті приправаларды саламыз. Укропымызды турап аламыз. Бізге 2 чеснок қажет болады. Достар, бұл өте оңай әрі жылдам дайын болатын салат. Сіздер жасап көріңіздер. Бізге кориандр қажет болады, қызыл бұрыш қажет болады, қара бұрыш қажет болады, қант қажет болады, соевый соус қажет болады. Сосын аз ғана уксус құйып жібереміз. Қызып тұрған майымызды құйып, жақсылап мыжып, салатымызды араластырып аламыз. Араластырып, 20-30 минуттай холодильникке салып қойсақ, салатымыз өте әдемі болады. Міне достар, дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздерге үлкен рахмет, менімен бірге болғандарыңызға.